21 сәуір күні елбасының кітапханасында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, елбасының кітапханасы мемлекеттік мекемесі мен Республикалық дарын ғылыми-практикалық орталығы мемлекеттік кәсіпорын арасында ынтымақтастық меморандумына қол қою рәсімі өтті. Меморандум шеңберінде 9-шы республикалық тарихата олимпиада жеңімпаздарының қорытындысы жарияланды. Салтанатты шараға Қазақстанның барлық өңірлерінен 5-10 сыныптар аралығындағы 136 оқушы мен 44 мұғалім қатысты. Қашықтық олимпиадаға жалпы 1624 оқушы жұмысын тапсырған. Олар Қазақстан тарихы пәнінен тест жұмыстарын орындады. Сонымен қатар барынша жоғары нәтиже көрсеткен 8-10 сынып оқушылары Қазақстан тарихынан өзекті мәселелер бойынша эссе жазды. Біздің балаларымыздың елбасы кітапханасына алғаш келуі. Бүгін өте маңызды құжатқа қол қойдық. Бізде дарынды оқушылар мен ұстаздар өте көп. Осы керемет ғимараттың қабырғасында ортақ семинарлар өткіземіз деп үміттенеміз. Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі мен дарын орталығы атынан елбасы кітапханасына жылы қабақ танытып, қолдау көрсеткендер үшін алғысымызды айтамыз. Елбасының кітапханасы жастардың мансап пен табысқа жету жолындағы баспалдағы деп есептеймін. Жас зияткер көшбасшылар үшін Қазақстан тәуелсіздігінің тарихына арналған тарихпен танысу атты деректі фильм көрсетілді. Нәтижелерін қорытындылауда оқушылар Қазақстан және әлем тарихынан жоғары білім деңгейлерін көрсетті. Дарын ғылыми-практикалық орталығының алғыс хаттарымен 1-ші, 2-ші және 3-ші дәрежелі дипломдармен қатысушылардың жартысынан астамы марапатталды. Марапаттау рәсіміне Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі мемлекет тарихы институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы Бүркітбай Аяған қатысты. Оқушылар мен ұстаздар марапаттау соңында Қазақстандағы президент институты тақырыбы бойынша әңгіме өрбітіп, шақырылған қонақ қатысушылардың барлық сұрақтарына жауап берді.